Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Біз өткендегі педагог ассистенттерге арналған әдістемелік құралдың келесі кезеңдеріне тоқталып өтейік деген ойда келесі ақпаратты ұсынғымыз келеді. Педагог ассистенттің жұмысының алгоритмінің бірнеше кезеңдерден тұрады. Ең алғашқы кезең ол педагог ассистентке бала бекітіледі. Бекітілгеннен кейін педагог ассистент ПМПК-ның қорытындысымен танысып, баланың жеке құжаттарын қарастырады. Одан кейін педагог ассистент ата-ананы және баланы шақырып, олармен жеке танысып, ата-анамен сұхбаттасу арқылы сауалнама толтырады. Сауалнама толтырылғаннан кейін баланың еркін іс-әрекеті бақыланғаннан кейін педагог ассистент баламен сыныпқа барады. Сыныпта баланы бақылау хаттамасы бар, сол хаттаманы толтырып, толық бала туралы мәлімет алады. Егер де баланың сыныпта мінез құлқысында бұзылыстар анықталатын болса, онда мінез құлықты бақылау хаттамасын толтырады. Келесі кезеңде баланы толық сыныпта бақылау арқылы бақылау ақпараты бар, сауалнаманы алған ақпараты бар, сол ақпараттарды жинастырып, психологиялық педагогикалық қолдау көрсету қызметінің отырысына мағлұматтарды жинастырады. Келесі кезеңде отырыс өтеді. Отырыста педагог ассистент өзінің бала туралы алған барлық ақпараттарын, мағлұматтарын ортаға салады. Соңғы кезеңде педагог ассистент баланы қолдау бағдарламасын құруға кіріседі. Және психологиялық педагогикалық қолдау қызметінің баланы қолдауға құрастыратын бағдарламасын құрастыруға педагог ассистент атсалысады.